Ассаляму алейкум, менің есімім Айым, және де біз бүгін қалай өзімізге сенімді боламыз, сол туралы сөз қозғайтын боламыз. Көп адамдар өзіне сенімсіз болады, бастауға қорқады, күмәнданады, немесе бастағысы келген істі бастайды да соңына дейін жеткізбей оны кері шегіндіріп жатады. Бірақ исламда бізге күш беретін бір нәрсе бар, ол тәуекел. Тәуекел бұл бар күшіңді Аллаға салып, нәтижесін тек қана Алладан күту. Қолыңнан келгеннің бәрін жасап, нәтижесін тек қана Аллах тағаладан күту. Мысалға айтатын болсақ, сен аз төлейтін жұмыста жұмыс жасайсың. Сен басқалар секілді харам жолмен бірақ та көп ақша тауып жатқан жоқсың. Сен адал жолмен өзіңнің күшіңді біліп, сен Аллахқа тәуекел етіп, сол аз ақша табатын жұмыста да сен адал жолмен табыс таба бересің. Бірақ сен басқа да способтармен, яғни басқа да жолдармен сен тағы да басқа жұмыстар табу үшін сен заявкалар тастап жатырсың. Сен тырысып жатырсың жұмысыңның, яғни өзіңнің ризығыңды арттыру үшін сен тырысып жатырсың. Бірақ сенің отбасың бар, сенің қарыздарың бар, сен ақшаңды былай да жеткізе алмай жатырсың. Сен Аллах тағаладан сұрайсың, сұрай бересің. Сен тұрақты түрде сұрайсың. Сен қолыңнан келгеннің бәрін жасайсың, сен Аллах жолында харам жолға бармайсың. Адал іспен жасай бересің. Және де Аллах тағала оны біледі. Сенің адалдығыңды, сенің шыншылдығыңды біледі. Аллах жолындағы сенің тәуекелділігіңді біледі. Сен осылайынан жасай бересің, харам жолға бармайсың. Адал жұмыс істей бересің, заявка тастайсың. И бір күні сенің заявкаңды Аллахтың қалауымен, тағала көркем жаратушы ғой, сенің заявкаңды үлкен осындай компанияның басшысы көріп қалуы мүмкін. Және де сен осылай осы күнге дейін қаншама рет қиналдың, енді сені бамс етіп Аллах тағала саған керемет, сен ойламағандай, сен күтпегендей жалақыда Аллах тағала саған жұмысты нәсіп етуі мүмкін. Яғни сен қолыңнан келгеннің барлығын жасадың, сен өзіңнің шыншылдығыңды көрсеттің. Яғни сен Аллахтың жолында сен барма деген нәрсеге бармадың, сен харам деген жолға бармадың, сен жеңіл ақшаға бармадың, сен қиын болса да адал жолмен табыс таптың. Аллах тағала саған өзінің кеңшілігін көрсетті. Аллах тағала саған өзінің ризық беруші есімін көрсетті. Аллах тағала өзінің әл-фаттах екенін, яғни ашушы, ол саған хайыр есіктерін ашатынын көрсетті. Және де сен тәуекел еткеніңе байланысты, тәуекел етсең дегеніңді аласың. Және де сен Құдай қаласа Аллахтың қалауымен, Аллахтың шыншылдығымен аласың. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айтады: егер сендер Аллах тағалаға тәуекел ететін болсаңдар, олар құстарды ризықтандырғандай сендерді де ризықтандырады. Олар құстар азанда аш кетеді, кешке тоқ оралады. Яғни құстардың не біз секілді ұстайтын қолы, ойлайтын санасы жоқ. Олардың тек ұшатын қанаттары, қорегін ұстайтын аяқтары ғана бар. Және де тұмсықтары. Оларда ойлайтын санасы жоқ. Мына жерде құрттар көбірек, осы жерге келейік, немесе мына жерде көптеген жәндіктер бар, осы жерге келейік, осы жерде көбірек тамақ бар деген секілді. Оларда ойлау қабілеті жоқ. Бірақ олар Аллах тағалаға тәуекел етеді. Аллах тағалаға тәуекел етіп таң азанмен олар ұшып кетеді. Және де Аллах тағала олардың ризықтарын өзі береді. Олардың тарапынан тек қана әрекет ету ғана. Аллах тағала олардың әрекетіне қарай оларға берекет береді. Сен де солай оқы, тұрыс, талпын, жаса, қолыңнан келгеннің бәрін жаса. Нәтижесін Аллах тағалаға қалдыр. Расында Аллах тағала Талақ сүресінің 3-ші аятында айтады: кімде-кім Аллах тағалаға тәуекел ететін болса, ол оған жеткілікті. Яғни, сен тәуекел еттім деп шіреніп жата берме. Сен қолыңнан келгеннің бәрін жаса. Аллах тағала нәтижесін тапсыр, болды. Нәтижесін Аллах тағала реттейді. Аллах тағаланың Әл-Латиф есіміне тәуекел етіп көрші. Әл-Латиф бүкілінің барша қажеттілігін қамтамасыз етуші, мейірімді, қамқоршы, жақсылыққа бөлеуші, істердің ең нәзік және жасырын қырларын білетін құлдарын жақсылықтарға жеткізуші. Немесе Аллах тағаланың Әл-Муғни есіміне иман келтіріп көрші. Байытушы, бар дүниені дархан етуші, мұқтаждықты кетіруші, өзінен байлық сұрағандарды бай етуші. Немесе Аллах тағаланың Әл-Мұқит есіміне иман келтірші. Әл-Мұқит, қорек беруші, пенделердің қажеттіліктерін меңгеруші, құдіретті, барлық нәрсені көріп, бақылаушы және қалаған нәрсесін істей алатын шексіз құдірет иесі. Тіршілік иелерінің ризығын беруші. Сен Аллах тағаланың осы есімдеріне иман келтіріп көрші. Құдай қаласа сенің өміріңде бәрі өзгереді. Қиындық па? Аллах тағала жеңілдетеді.
Ақша қысуда ма? Аллах тағала ризығыңды арттырады. Шаршадың ба? Аллах тағала жеңілдік береді. Сәл ғана күтші, иман келтірші. Болды, Аллах тағала өзі береді, өзі жеткізеді. Тек қана нәтижесін Аллах тағаладан күт. Яғни дәл қазір біз тәуекелдің не екенін, қалай тәуекел ететінімізді білдік, түсіндік. Және де Құдай қаласа осыған әрекет етеміз. Ал енді сенімділік тақырыбын ашып қарастыратын болсақ, барлығы айтады: сен өзіңе сенімді бол, сен бүйт, сен сөйт, сен өзіңе сенімді бол, сен күмәнданба, сен жаса бірдеңе деп айтады. Бірақ расында да қалай сенімді боламыз? Бұндай сұрақ барлығының ойында бар шығар. Сенімді болу үшін сен ең алдымен түсіну керексің. Сені Аллах тағала сүйіп жаратты. Сен басқа ешкімге ұқсамайсың. Сен уникальныйсың. Уникальный. Сен Аллах тағаладан көркем түрде жаратылдың. Аллах тағала сені сүйіп жаратты. Аллах тағала сені жақсы көргендіктен жаратты. Сен соны түсіну керексің, сен білу керексің. Аллах тағала сені жайдан жай жаратқан жоқ. Егер де Аллах тағала қалайтын болса, сен бұл өмірде болмайтын да едің. Бірақ сен бұл өмірге келдің, значит, сенің миссияң бар. Айналамызға көз жүгіртейікші. Қаншама көркем таулар, қаншама сарқырама өзен көлдер, қаншама көркем гүлдер, қаншама табиғат көркем. Егер де сен өзің туралы мен жаманмын, мен онша емеспін, мен әдемі емеспін, мен қолымнан түк те келмейді деп айтатын болсаң, сен Аллах тағаланың көркем жаратушы екеніне сөз келтірген боласың. Яғни сен Аллах тағалаға толықтай иман келтірмегенсің. Бірақ Аллах тағала сені, адамды, ең көркем жаратылыс деп айтып жатқаннан кейін сен қалай өзіңді мен сұлу емеспін, мен онша емеспін, мен осындай ақымақпын, мен жаманмын деп өзіңді қалай олай айтасың? Егер де сен өзің туралы солай айтатын болсаң, онда сен Аллах тағаланың Әл-Бәри дейтін есіміңе иман келтірмегенсің. Яғни Әл-Бәри есімі бұл жоқтан бар етуші, барлық нәрсені даналығына сай мүлтіксіз жүйемен жаратушы, күллі болмысты және барлық нәрсенің денесін бір-біріне сай етіп жаратушы. Жаратуда ешкіммен ортақтас та, серіктес те болмайтын мінсіз жаратушы. Мүмкін сен Аллах тағаланың Әл-Мусауир есіміне иман келтірмеген шығарсың. Әр жаратылысқа өзіне сай әрі жарасымды кескін келбет беріп бейнелеуші. Сен қалай өзіңе сенбейсің осыдан кейін? Сен оның құдіретіне, сен оның барлық күшіне сен толықтай иман келтірмедің бе? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде-кім Аллах тағаланы танығысы келсе, маған ілессін дейді. Егер де біз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымызға ілесіп, оны көркем түрде танитын болсақ, біздің жүрегімізде Аллах тағалаға деген махаббат ашылатын болады. Ал егер де біз Аллах тағаланы жақсы көретін болсақ, Аллах тағала бізге рахым есіктерін ашып қояды. Аллах тағала сен күтпеген жолдан сенің жолыңды жеңілдетеді. Сенің жүрегіңде Аллах тағалаға деген күмән болмайды. Ал егер де сенің жүрегіңде Аллах тағалаға деген күмән болмайтын болса, сенің өзіңе деген күмән болмайды. Сен болашаққа деген күмәнің болмайды. Яғни сен толықтай Аллах тағалаға тапсырасың. Сен өзіңді, қазіргіңді, өткеніңді, болашағыңды Аллах тағалаға тапсыра білесің. Және де сенде сонда да сенімсіздік болатын болса, онда сен айналаңа қарап көрші. Саған Аллах тағала не берді, басқаға не бермеді? Мысалы, сенде көретін көзің бар, сөйлейтін аузың бар, айталатын тілің бар, түсінетін ойың бар, ой қабілетің бар, иіс сезетін мұрның, еститін құлағың бар, сенің ұстап сезе алатын қолдарың бар, сенің жүретін аяқтарың бар, сенің 12 мүшең альхамдулиллах сау. Енді сен неге өзіңе сенімсізсің? Неге? Кейбірінен Аллах тағала осы қасиеттерді алып қойған, бірақ олар тоқтап қалған жоқ, олар сынып қалған жоқ. Олар ары қарай өмір сүре береді. Себебі олардың жүрегінде Аллах тағалаға деген тәуекел бар. Себебі олардың жүрегінде сенім бар. Ал сен ше? Сенде бұның бәрі бар ғой. Сен не үшін Аллах тағалаға тәуекел етпейсің? Сен неге өзіңе сенімді емессің? Сенде басқаларда жоқ нәрселер бар ғой. Енді сәл ғана отырып ойланшы. Мен неге сенімсізбін? Неге Аллах тағала маған осының бәрін берсе де мен бұларды байқамағанмын? Аллах тағала маған берді, мен неге шүкірсіздік таныттым? Неге мен өзім туралы осындай нәрселер айттым деп өзіңе сұрақ қойып көрші. Және де осыған жауап берші. Сен өзіңе жауап беріп көрші. Аллахтың қалауымен сенің осы жүрегінің түбінде бірдеңе кілт етіп өзгеретін болады. Сен Аллах тағалаға басқа көзқараспен қарайсың. Сен оған иман келтіре бастайсың. Сен тек қана Аллах тағаланы тани басташы. Сен тек қана оны біле басташы. Болды.
Сенің әрекет Аллах тағаланың тарапынан тек қана берекет. Яғни біз тәуекел мен сенімділікті бір-біріне осылайынан қосып ұстап жүру керекпіз. Яғни Аллах тағалаға тәуекел ете арқылы сен өзіңнің бойыңдағы сенімділікті артасың. Менікі тек айту, ал сенікі іс жүзінде пайдалану. Болды. Субханака Аллахума бихамдика ва табарака асмука ва тағала жаттук ва ла иляха хайрук. Барлықтарыңызға ассаламу алейкум. Және де айтқым келеді, сен қандай болмасаң да сен сұлусың. Себебі Аллах тағала саған барлық мейірімін төкті.